Екінші мысал, Мысырға бардық. Қызға айтайын, 2019 жылы Мысырға барып, пирамиданың қасына, Каирдің астанасы бар, ол пирамидаға түйеге отырғызу үшін қыздар ұлымды отырғызып, сөйтіп не қылып жатсам, бір бет-аузын тұмшалап киіп алған бір қыз түйенің алдында жетектеп тұрған. Алуа дұрыстап отыр, аманат деп балаларым сұрап жатсам, аға қазақсың ба дейді, шошып кеттім. Тек көзі көрінеді да, қап-қара киіп алған. Мысық қой жанды. Қазақпын дейсің. Сен кімсің сен? Мен Айгүлмін дейді. Алматы облысы Талдықорған қаласы Текел деген ауылдан осы жерге мына арабқа тегем. Альхамдулилlah, деп ана араб айқайлап жатыр ана жақтан. Анау менің байым, мен екінші қатын болып келдім. Алматыда оқып, Әл-Фарабиде. Осында әкелді да, мен мекен-жайым, мен паспортымды алып қойды, кете алмай жүрмін еліме. Бір ұл бір қызым бар кішкентай. Аға, мен үйіме әке-шешеме айтыңызшы. Онда былай істе дедім. Қағазың, ручкаң бар ма? Жаңағы Алуаның шорт-киіне сал. Мекен-жай. Мен барып айтам сен туралы. Жарайды деді, бір 100 метрді айналдырып келеді. Соған ақша бересің. Мына неше бір ұмытып қалдым қанша. Сөйтіп айналып келіп ұшаққа атайып бүйтіп жүрген кезде ананың несін қарасақ таппай қалдық мекен-жайын. Ой, әттегенде қал ана атын. Ол да келгісі келіп тұр ма? Келгісі келіп тұр Қазақстан. Кете алмай жүрген қазақтың қызы мен шетелге шыққанда былай